Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылда гараж. Бүгін бізде мына бір Nexia. Жалпы моторын жөндеу керек, сосын бөлшектеп переходпен бояу керек. Крыло ауысады. Мына жақта шірік жерлер бар. Міне. Осындай шірік жерлер переходпен боялады. Міне жерде бар міне. Мына жақта бір шірік жері бар. Мына жерде бар міне. Осындай жерлер переходпен боялады. Мына жақта шірігі бар. Еще мына есіктің топсасы сынып кеткен. Бұл да ойнап жатырмын. Астыңғы сынып кеткен анында. Осыны варт ету керек. Дұрыс жабылмайды. Мына есікте бар міне. Тесік. Осы шіріктерін кесіп алып тастап, темірден жасау керек. Мына крылода бар міне. Шоқтарын бәрін келтіру керек. Мына жақтар ашылып жатыр. Мына жақтар тиіп жатыр. Алдыңғы фара, бамперлерде вообще кетіп қалған. Мына жерлерін бәрін келтіру керек. Алдыңғы бамперді қараға бояймыз. Мотор бізде 1.6 16 клапан. Жолда қалып қойған, машина өшіп, грем үзіліп кеткен, әлде нәтижелі сынып кеткен. Немесе гремнің тістері үзіліп қалған. Міне грем жағдайы мынандай, бос тұр міне. Мына жақта қазір машинасы көрсетіп тұр еді, қозғап көрсетейін. Мына қозған кезде мына шкиф айналып тұр, генератордық. Мына жақта бізде төбесі айналмайды. Тек аст жағы айналады, мына вал. Көрінбей тұр ғой деймін. Жалпы жағдай осылай. Енді 16 клапан сірә майысады. Бірақ мына жерде қаншасы майысқанын білмейміз. Негізі бір өшкеннен кейін тағы да стартермен қуалаған, қайта-қайта. Стартерде қазір қысып тұр. Стартер қуаламайды. Енді 2 рет қуалаған кезде сірә 16 клапанның бәрі майысып кету керек. Ақырында ашып бастаймыз, не болып жатқанын көреміз. Моторды жерге түсіреміз. Мына жақтағы сальнигінен де май кетіп жатыр. Бірақ оған дейін мына жақта ашып көрдік. Грем үзіліп кеткен екен. Енді мынанша май ағып жатқан жерден гремнің үзілмеуі мүмкін емес. Мына жақтан көрсетейін. Мына грем жағдайы. Қайда? Мына жақтар қатты тиген. Мына жағы енді қатты тимеген, бірақ кішкене мына нагарды сындырған. Клапандар мына жақтан көрініп тұр, мына майысқандары. Алардың бәрі майысқан. Тек мына 4-еу ғана майыспаған сияқты. Алардың бәрі майысып кеткен. Көтеріліп тұр мына бәрі. Қазір распредвалды шешеміз. Сол кезде анық көрінеді, қайсысы майысқан, қайсысы майыспаған. Клапандардың жағдайы майысқан бәрі. Тек мына екеуі кішкене нормальны. Бірақ анықтап бетіп айналдырып қараған кезде 2 мм-дей бұл да ойнайды. Жалпы бәрін ауыстыру керек. Мына жерде тесіктер бар. Осы тесіктерді кішкене кеңітіп жіберу керек. Біз енді мына жерден тағы да бір тесік тесіп жіберейін деп отырмыз, ортасынан. Кішкене майдың жолы көбірек болған дұрыс. Сонда масляный кольца қысып қалмайды. Міне былай ортасынан 2 жерден тесіп қойдық, мына жағынан да. Мотор былтыр ремонтталған. Ремонттан шыққан ертесіне бірден сальниктерден, резиналардан май жіберген. Ауыстырса да тағы да сол жағдай қайталанған. Осы жағдайды ескеріп біз ойладық. Демек, ішіндегі жалындаған от көшетілден толық шықпай жатыр деп ойладық. Оған бірінші кедергі мына бір катализатор. Екінші, мына бір гофрадан шыққан жері бүйтіп кішірейіп кеткен. Негізі мына жерде үлкен гофра тұру керек, Nexia-да. Гофрасын ауыстырамыз. Катализаторын алып тастаймыз.
Негізі катализатордың жағдайы қатты жаман емес сияқты, бірақ ремонтталған машинаға катализатор керек емес. Өйткені ремонтталған машина қызып жұмыс істейді. Жалындаған от бірден кедергісіз шығып кету керек. Егер кедергі болатын болса, ол артқа қарай ұрып мотордың ішіне кольцоны, масляктарды бірден тез отырғызып тастайды. Сол себепті катализаторын алып тастаймыз. Айта кететін жайт, бізде клапандарда кішігірім айырмашылық бар, бірақ ол көзге қатты байқалмайды. Мынау міне I деген жазу бар, мынада E деген жазу бар. Мынау бізде in кіретін, мынау exit шығатын. Қазір бізде мынау кіретін жағында тұр, міне in. Осылай тұру керек, міне клапан қазір. Жанынан көрініп тұр ғой. Ал мынау бізде мына клапанды мына жаққа салған кезде бұл батып кетті, міне көрініп тұрғандай. Егер үстіне распредвал қоятын болсақ, бізде бұл клапан бері қарай кішкене көтеріледі. Өйткені распредвал ар жақтан бері қарай итереді кішкене, нөлге алып келу үшін. Кішкене көтеріледі, енді қатты емес. Сол кезде бізде компресс азаяды. Сол себепті E дейтін клапанды кіретін жаққа салуға болмайды. Алдыңғы есіктің шіріген жерін кесіп алып тастадық. Мына жағы уже нормальный сияқты. Енді мынағанды қаңылтырдан былай жасап алдық. Сыртқы жағы былай тұрады. Ішкі жағы мынандай болады, ішкі жағы. Примерно осылай тұрады. Бірінші ішкі жағын осылай қойып аламыз. Сосын сыртқы жағын кигіземіз. Шірік тоқтағанша бардық, мына жақтары нормальный темір сияқты. Мынаны қалдырып қойдық. 2 қабат екен. Жағдай жаман емес, нормальный тұр. Мына жағында да сондай. Шіріктің бәрін алып тастадық. Сварклеп таш етіп қойдық. Жетпей қалған жерлерін енді шпаклеппен толтырамыз. Мынандай тесіктері бар, қосылған жерлері бар, міне кішкене. Жалпы көрінісі жаман емес, әдемі. Шофта вроде нормально тұрған сияқты.
ішкі жағы мына ішкі жағының көрінісі мына жері вообще бірігіп кетті. Мына жерлерінен герметикпен толтырамыз, астық жақтарынан мына жерлерге де кішкене шпаклевка жағып герметикпен толтырамыз әдемілеп.